Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін біз көптеген ата-аналар үшін қазіргі таңда өзекті болып табылатын мәселе жайында әңгімелесеміз. Бұл буллинг тақырыбы болмақ. Студиямыздың қонағы отбасылық психолог Ержан Мырзабаев. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ержан, қысқаша өзіңіз туралы айта кетсеңіз. Ержан Мырзабаев, мен отбасылық психологпын. 2015 жылдан бері отбасы психологиясымен айналысып келе жатырмын. Оған дейін 13 жылдай мектеп саласында, білім саласында жұмыс істедім. Мектеп директоры болдым бұл бір уақыттары. Және мектептегі балалардың арасындағы қарым-қатынас, балалар мен ата-ана арасындағы қарым-қатынасқа ерекше назар аударып, қосымша педагогика психология мамандығы бойынша магистратураға оқып, магистратураны бітірдіп, шетелден стажировканы өтіп, қазіргі таңда отбасы психологиясымен айналысып келе жатырмыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл буллинг тақырыбы болмақ. Жалпы буллинг деген не? Көптеген ата-аналар оны түсіне бермейді. Оның түрлері бар ма? Түсіне бермейді, өйткені жалпы бұл буллинг деген сөз шетелден келген сөз. Буллинг деген бұл орысша баламасы травля, қазақшасы қудалау. Яғни белгілі бір топ балалардың бір баланы физикалық тұрғыдан немесе психологиялық тұрғыдан төмен түсту, жүйелі түрде тиісу, жүйелі түрде мазалау әрекеттері буллинг болып аталады. Буллингтің түрлері ең қарапайым физикалық буллинг бар. Яғни бір топ баланың бір баланы ұруы, соғу, тиіп кету, жұлқып кету. Психоэмоционалды буллинг бар. Бұл жерде бір топ баланың бір баланы мазақтау, тиісу, сөз айту, төменсіту, күлу, мазаққа айналдыру әрекеттері бар. Осылар буллинг болып жатады. Ал дәл осы әрекеттердің онлайн форматы бұл кибербуллинг болып аталады. Яғни интернет ортасында, әлеуметтік желі ортасында бір топ балалардың, жастардың бір адамға осындай жағымсыз әрекеттер жасау емес, бұны жүйелі түрде күніге, апта сайын белгілі бір мақсатпен сондай әрекеттер жасау, бұл кибербуллинг болып аталады. Енді бұндай жайсыз жағдайларға, яғни қандай балалар көбінесе түсіп қалып жатады? Қандай жастағы балалар және қандай жағдайда көбінесе? Бұның белгілі бір жас ерекшелігі жоқ. Яғни қазіргі таңда бұндай әрекеттер балабақшадан басталады. Көп жағдайларда мектеп бітіргенге дейін жалғасады. Университет, яғни жоғары оқу ортамында оны көп көре алмаймыз, көп кездестірмейміз, бірақ мектеп бітіргенге дейін әрбір кезеңде осындай әрекеттер болып тұрады. Және бұл буллингке ұшыраған балалар өзгеруі мүмкін. Мысалы, балабақшада буллингке ұшырап, бастауыш мектепте ұшырамауы мүмкін. Немесе бастауыш мектепте бәрі жақсы өтіп, орта мектепке келген кезде, орта сыныпқа келген кезде буллингке ұшырап кетуі мүмкін. Немесе жүріп 10-11 сыныпта мысалға біреуге жақпай қалып, бір буллингке ұшырауы мүмкін. Және көп жағдайларда мысалға бір сыныпқа сырттан келу буллинг рискін арттыратын әрекет. Мысалы, сіз 6 сыныпқа жаңадан келдіңіз, мектеп ауыстырдыңыз, жаңа жерге келдіңіз, сіз сол топқа бөтен адам болғандықтан, ол топтың сол балаға буллинг әрекеттері, бұндай қудалау әрекеттерін жасау жиі кездеседі. Себебі неде сонда? Жалпы бала өзінен іздеу керек па себепті, әлде ол қоғамға байланысты ма? Баланың келген ортасына байланысты ма көбінесе? Біріншіден, біз ешқашан жәбірленушіні, яғни жертваны айыптамауымыз керек, кінәламауымыз керек. Яғни зорлық, зомбылық әрекеттерінде зиян көрген тарап ешқашан кінәлі емес. Сен былай істемегенде былай болатын еді, сен былай жасағанда былай болатын еді деген сөздер, бұлар мүлдем дұрыс емес. Бір жағынан біз жәбірленушіні өзін кінәлі қылып жатырмыз, бұл психологиялық ауыртпалықты тудыратын нәрсе. Екінші жағынан зорлық зомбылықты ақтап жатырмыз. Демек, сіздің айналаңызда біреу былай жасаса, оған буллинг жасай беріңдер. Сіздің айналаңызда сізге біреу дұрыс емес қараса, оған осылай әрекет жасай беріңдер деген сияқты бір мағына беріп жатырмыз. Сондықтан жәбірленуші бұл жерде ешқандай кінәсі жоқ, ешқандай айыбы жоқ. Неге балалар оны жасайды? Бірінші бастапқыда барлық нәрсе әзілмен басталады. Немесе келген оқушының бір әрекеті, сөзі, қылығы ұнамай қалады, немесе өте күлкілі болады. Одан кейін бәрі соны іліп алады да, ары қарай соған тиісе беру, соны айта беру, соны күлкіліге айналдыра бергісі келеді. Бастапқыда осылай болады. Кейін барып, ол жердегі жәбірленушінің әрекетіне байланысты ол дереу тоқтауы мүмкін, немесе ары қарай жалғасып кетуі мүмкін. Бұл жерде жәбірленушінің ұстанымы да өте маңызды. Ал баласы осындай жағдайға түскен ата-аналар не істеу керек ең алдымен? Және қандай жағдайларды мүлдем болдырмау керек? Осындай жағдайды білген кезде біріншіден қалай білесіз? Бұған да тоқталып өту керек.
балаңыздың буллингке ұшырап жатқанын байқауға болады. Егер мектептен немесе балабақшадан күнделікті көңіл күйсіз келетін болса, мектеп өміріне байланысты еш нәрсе айтып бермейтін болса, не болды? Ештеңке. Қалай өтті? Жай. Не істедің? Ешнәрсе. Яғни бөлісетін нәрсесі, жақсы дүниелер жоқ болатын болса, белгілі уақыттан кейін денесінде түрлі жарақат іздері пайда болатын болса, көгеріп жатыр, тырнап алды, сындырып алды деген сияқты, көйлегі, киімі жыртылған, тартылған болып келетін болса, сонымен қатар егер белгілі уақыттан кейін бір заттарын жоғалтып жатса, мысалы телефоным жоғалып қалды, сағатым жоғалып қалды, ручкам жоғалып қалды, кеше ғана алып берген жаңа бір дәптерім жоғалып қалды, кітабым қайда екенін білмеймін деген сияқты заттарды жоғалтып алатын болса, өзі көбінесе сабақтан келе салып жалғыздықты қалайтын болса, мектепке байланысты, балабақшаға байланысты ешбір досы жоқ болатын болса, және ешбір досымен араласпайтын болса, бұның барлығы сіздің балаңыз буллингке ұшырап жатқандықтың белгісі. Сонда осыны байқаған кезде баланың келіп шағымдануын, жылауын, айтуын, көруін, естуін күтпей, осы белгілер пайда болған кезде дереу әрекет ету керек. Біріншісі, бұл баламен ашық түрде сөйлесу. Балам, не болып жатыр? Көңіл күйің қалай? Бәрі жақсы ма? Еш нәрседен қорықпа. Біз әрдайым сенің қасында боламыз, біз сені қолдаймыз, біз сенімен біргеміз деген сияқты балаға сенім ұялату керек. Бала ашық түрде айта алатындай. Екіншіден, барып мектептегі сынып жетекшісі, мектеп әкімшілігі бұл мәселені сөйлесу керек. Мен байқап жүрмін, соңғы кездері балалар егер айтқан болса, тікелей. Балам айтты, мынандай қысым көрсетіп жатыр деп. Айтпаған болса, онда баламның мынандай әрекеттерін байқап жүрмін. Сіз де бір мектепте байқап көрсеңіз. Менің бір жайсыздық сезіп жатырмын, бұлай болмау керек сияқты. Соған қарап, мектеп әкімшілігі, сынып жетекшілер сыныпта белгілі бір тәрбиелік іс-шаралар жүргізу керек. Жүргізіп шешуге тырысады. Мектеппен сөйлестіңіз. Одан кейін егер түзелмейтін болса, қойылмайтын болса, онда мектеп әкімшілігіне арызданып, шағым көрсетіліп жатқан оқушылардың ата-аналарын шақырып, олармен бұл мәселені сөйлесіп шешуге тырысу керек. Яғни ешбір түрде балалар арасында болады ғой, бұлар кішкентай ғой, ештеңке етпейді, күн басына өткен жоқ, үсті таяқ жеп жігіт болады деген ұстанымдар мүлдем дұрыс емес. Өйткені балалардың мынаны ұмытпау керек, біз жас ерекшеліктеріне қарай бір-біріне жақын болғанымен психологиялық тұрғыдан балалардың дамуы әртүрлі болады. Егер бұл халге келіп жатса, демек ата-ананың араласатын, баласына көмектесетін, қолдау көрсететін реті, сәті, уақыты келіп, еш күтпей дереу әрекет ету керек. Егер балаңыз мысалға нақты кімнің істеп жатқанын айтқан болса, оны ата-анасын, баланы ата-анасы тікелей ата-анаға да шығуға болады. Яғни бар, саламатсыз ба, телефон арқылы, сіздің балаңыз, менің балам, сіздің балаңыз кішкене проблема бар сияқты. Сол бойынша сізбен сөйлесейін дейді, қашан кездесе аламыз, бет-бет кездесіп сөйлесіп, бір-бірін айыптамай, кінәламай, балалар арасындағы ұрыс-керіс ата-аналар арасындағы ұрыс-керіске ауысып кетпеу керек. Яғни мәдени түрде сөйлесіп, проблеманы қалай шеше аламыз? Сіздің балаңыздың бұл істегені дұрыс емес, менің балам осындай халде жүргені де дұрыс емес. Ешбір ата-ана оны құптамайды. Бұны біз ересектер ретінде бір шешуге тырыссақ. Жасауға болмайтын әрекеттерге келетін болсақ, ата-ана ешбір түрде баланы айыптамау керек, кінәламау керек. Ең алғашқы сөйлей бастаған кездерінен, балабақша кезінен, кішкентай кезінен, алғашқы бұлай ата-ана бала арасында қарым-қатынас басталған кезеңнен бастап, баланың сөзіне мән беру. Егер кішкентай кезінде сөзіне мән бермейтін болсаңыз, қойш дейтін болсаңыз, ештеңке етпейтін болсаңыз, өзің кінәлісің, сен бастадың деген сияқты оны айыптайтын болсаңыз, оны кінәлайтын болсаңыз, барып қолдамайтын болсаңыз, онда бала не дейді? Ата-ана маған сенбейді, ата-ана мені қолдамайды. Демек мен осындай айыптымын, мен осындай бір ақаулық бар, менде проблема. Өзінің проблемасын айтпайды мүлдем. Өзінің проблемасын айтпайды, және өзін проблема ретінде көре бастайды. Сондықтан жоғары сыныптарда буллингке ұшыраған кезде, мен и так проблемный адаммын ғой дейді мысалға. Бұл қалыпты жағдай дейді, өзін солай қабылдайды. Айтпайтын болады. Сосын әр нәрсеге мән беру керек, тыңдау керек, информацияны әрдайым ақпаратты тексеріп тұру керек. Екіншісі, балаңыз мысалға шағымданып келген кезде, ешбір түрде баланың сөзі мен эмоцияға беріліп, қазір мен бәрін қырам, жоям, сындырам, жанын шығарам, кім ол, қай бала, қай ата-ана, қайда қарап тұрсыңдар деп айқай-шу шығару дұрыс емес. Көбінесе бізде солай жасайды ғой. Көбінесе өкінішке ата-аналар солай жасайды. Мектепке барып, мен қазір директорге кірем, сынып жетекшісінің бытшын шығарам, мектепті құртам, жұмыстан аударам деген сияқты. Сіз мектептегі бүкіл мұғалімдерді жұмыстан шығарып жіберсеңіз де, сіздің балаңызға бәрібір бір мұғалім сабақ береді.
Сондықтан мүмкін болғанша конструктивті түрде, жағымды түрде проблеманы шешудің жолдарын қарастыру керек. Яғни сен айтқан кезде бар сөйлесеміз деген сияқты әңгімелесеміз. Яғни бұнда ең маңызды нәрсесі ата-ана сізді ренжіткен, сіздің балаңызға буллинг жасаған балалармен тікелей өзі сөйлеспеу керек. Мектепке барып реакциямен айқай-шу шығару бұл бастапқы этапта бұл дұрыс емес, мәдени түрде барып сөйлесу керек. Ал балалармен барып бері келіңдер, сен ба менің баламды тиісіп жатқан, сен ба менің баламды ұрсып жатқан, сен ба мен сені қазір көрсетемін, жанын шығарайын деп ересек адамның тікелей баламен қарым-қатынас құру дұрыс емес. Әркім өз деңгейінде проблемаға араласу керек, өз деңгейінде проблеманы шешу керек. Сіз баланың ата-анасымен қарым-қатынас құрасыз, ата-ананың баланы ата-анасымен сөйлесесіз, сол арқылы ғана проблема шешесіз. Өйткені баланы тәрбиелейтін ата-ана, балаға жауапты ата-ана. Ал сіз жасайтын болсаңыз, ол сіздің тарапыңыздан бұл әрекетіңіз, бұл зорлық-зомбылық, агрессивті әрекеттер болады. Ал егер мысалы ата-ана өзінің баласының өзінің құрдастарына немесе бірге оқитын сыныптастарына қысым көрсетіп жатқанын, яғни мазақтайтынын немесе ұратынын білетін болса не істеу керек? Яғни өзінің баласы жәбір көріп жатқан жоқ, керісінше өзінің баласы біреуге қысым көрсетіп жатқанын білсе. Бұл жерде баланың соны әрекетін білген кезде қалай біліп қояды? Көп жағдайларда бала сен келіп айтпайды ғой, мам білесің, мен күніне 5-6 баланы мектепте ұрып жүрмін деп. Ондай нәрсе айтпайды. Көп жағдайда біз көршілерден, сынып жетекшілерден, мектеп әкімдігінен, немесе басқа ата-аналардан шағым естиміз. Окей? Бұны естігеннен кейін бас салып балаға агрессия көрсетпеу өте маңызды. Маған жұмыс істеуге кеңес алуға келетін ата-аналарда мен байқаймын, психологқа қай кезде келеді, психолог мына баламен жұмыс істеңізші дейді. Неге? Мен бұны ұрыстым да, ұрдым да, айқайладым да, бұл адам болмайды дейді. Мұғалім не деп жатыр, мектеп шағымданып жатыр, неге басқа балаларға тиіседі, айттым осыған тиіспе деп оны ұратын болсаңыз, сіз баланың ішіндегі агрессияны арттырасыз, проблемаға ешбір пайдаңыз тигізбейді. Не істеу керек? Естіп алдыңыз, естіп алған, так, менің балам басқа балаларды ұрып жатыр. Неге? Демек, менің балам үйде агрессия көріп жатыр. Я өткенде әйелмен ұрысқан едім. Я өткенде үйде біз айқай-шу болған еді. Я негізі баламен сөйлескен кезде постоянно жиі айқайлаймыз, ұрсамыз, қол көтереміз. Соны әсер екен. Мен бұны тоқтатайын. Мен бұны өзгертейін. Сөйтіп үйдегі агрессивті атмосфераны мейірімділік атмосферасына ауыстыру керек. Өйткені сіздің бұрын егер балаға ұрса салдым, айқайлай салдым деп өзіңізді мән бермей жүрген болсаңыз, енді сол әрекетіңіздің сыртқа қарай шығып жатқанын байқадыңыз, көрдіңіз. Демек, үйдегі әрекеттерді, қарым-қатынас формасын ауыстыратын, өзгертетін уақыт келді. Соны жасау керек. Соны жасап өзгерткеннен кейін балаға қарым-қатынас өзгереді, бала өзгере бастайды. Ең бірінші сол. Бірнеше апта мейірім, сүйіспеншілік, балаға көбірек көңіл бөлу, онымен сөйлесу, бірге уақыт өткізу әрекеттерін жасау керек. Үйдегі қарым-қатынас формасын өзгерту керек. Кейін барып баламен сөйлесу керек. Балам мұғалім шағымданып жатыр, басқа балаларға зиян берген дұрыс емес. Мен түсінем, біз де кейбір кезде саған зиян келтіреміз, тиісеміз, бұл дұрыс емес. Біз өзімізді түзетуге тырысып жатырмыз, сен де оны жасама. Егер сіз өзіңізді түзетпей, үйдегі атмосфераны өзгертпей, тек қана балаға ұрсып, айқайлап, тиюға тырысатын болсаңыз, ол өте қысқа мерзімді болады және балаға қатты әсер етпейді. Ержан мырза, студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін үлкен рахмет айтамыз. Ата-аналарға өте пайдалы болды деген үміттеміз. Келесі кездескенше. Кездескенше, рахмет, сау болыңыз.